Ассаламу алейкум. Бүгін өте дәмді әрі пайдалы борщ пісіретін боламын. Қайнап тұрған суымызға тауық еттерін саламыз. Бір қасық тұз саламыз. Қайнағаннан кейін бетіне көбіктер шығады, көбіктерін алып тастаймыз. Картоптарымызды саламыз. Жіңішке туралған қырыққабатымызды саламыз. Қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, уақтап туралған жуамызды салып, жақсылап қуырамыз. Үккіштен өткізілген сәбізімізді салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Сарымсағымызды саламыз. Тағы да жақсылап 2-3 минуттай қуырамыз. Қолдан жапқан томатымызды саламыз. Тұз саламыз. Үккіштен өткізілген қызылшамызды саламыз. Жақсылап араластырып, тағы да бір қуырамыз. Қуырылған зажаркамызды салып, барлығын жақсылап араластырып, 1-2 минуттай тағы да қайнатып аламыз. Бетіне ас көктерін саламыз. Жақсылап араластырып, тағы да 1-2 минуттай қайнатып аламыз. Неге біздің борщымыз дайын болды, өте дәмді әрі пайдалы. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Әрқашан менің рецепттерімді көріп отыру үшін колокольчикті басып кетіңіздер, каналыма тіркеліп кетіңіздер.